1643 жылы жоңғар билеушісі Батыр Қонтайшы Жетісуды толық әрі түпкілікті өзіне қарату үшін жорыққа шықты. Жорық сол жылдың маусым немесе шілде айларында жасалған болуы мүмкін. Себебі дәл осы айларда далалық аттар ұзақ жолға шығуға дайын болады. Қонтайшы жорыққа өте тыңғылықты дайындалды. Өзінің барлық одақтастарын шақырды. Жоңғар армиясына шығыс моңғол тайпаларымен қатар қалмақ сарбаздары да қосылды. Сонымен қатар Батыр Қонтайшының одақтастары қатарында Күйік сұлтан есімді қазақ билеушісі болды. Ол сатқын сұлтандардың бірі еді. Бірақ та жоңғар ақсүйектерінің арасында да бірлік болмады. Батырмен билікке таласқан Құндөлен тайшы жорыққа қатысудан бас тартып, күйеу баласы Жәңгірге алдағы жорық жайлы ескертті. Алдын ала хабар алған Жәңгір сұлтан жаумен болатын қақтығысқа дайындалуға кірісті. Батыр Қонтайшы 1643 жылдың жазында Алатау мен Тоқмақ қырғыздарын тонап болған соң Жетісуға, Ұлы жүздің жеріне аяқ басты. Жергілікті